Балалар, бүгінгі біздің ұйымдастырылған оқу қызметіміздің тақырыбы бәйшешек. Бәйшешек гүлі көктемнің ең алғашқы гүлі. Ол қардың астында өседі. Оның күлтесі ақ, жапырағы жасыл болады. Олай болса, балалар, мен сендерге бәйшешек гүлі туралы өлең оқып берейін. Бәйшешектен білеміз, көктем келіп қалғанын, мәз боламыз, күлеміз, көрсек гүлін жарғанын. Өлеңді мұқият тыңдап болсақ, көңіл күй тренингін өткізейік. Балалар, көңіл күйлерің жақсы ма? Бұлай болса, көңілді болғанда не істейсіңдер? Қол шапалақтаймыз, ренжігенде қабақ түйеміз, қорыққанда көзді жұмамыз, таңғалғанда көзді бақырайтамыз, қуанғанда күлеміз. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, осы жерде мен сендермен ойын ойнап жіберейін. Мен сендерге жұмбақ жасырамын, әр дұрыс жауапқа бір бәйшешектен аласыңдар. Олай болса, бірінші жұмбағымыз. Қар мұз еріп, су көбейіп, сай-салаға ағады, бүршік шашып, жапырақ ашып, гүл бәйшешек басады. Бөбектерім, айтыңдаршы, бұл қай кезде болады? Қазір жылдың қай мезгілі, балалар? Жарайсыңдар, көктем мезгілі. Олай болса, екінші жұмбағымызды жасырайын. Аналарға сыйлайтын, аралар бал жинайтын, бұл немене, балалар? Үзуге адам қимайтын. Жарайсыңдар, балалар. Бұл сұрақтың жауабы гүл екен. Енді, балалар, мына суретке назар аударыңдар. Бұл жерде көктем мезгілінің гүлдері көрсетіліп тұр. Осы гүлдерді ата-аналарыңмен бірге көріп, қандай гүл екенін маған кері байланыс жасап айтып жіберіңдер. Жарайсыңдар, балалар. Осымен біздің оқу қызметіміз аяқталды. Қош, сау болыңдар.